Рыбжан, маған айтып өтсең, өзің жаңағы тележүргізушісің, талай жылдар бойы хабар арнасының дауысы болдың, радио жүргізушісің. Диктор болу үшін не істеу керек, қандай жаттығулар жасау керек? Сөйлеу барысында қай жерде демалу керек, қай жерде тоқтау керек, қай сөздердің астын сызып айтуымыз керек. Міне, осы сияқты маңызды ережелер бар. Жаңағы ұстазым ең бірінші дауыстап көп оқуға кеңес береді. Сондай-ақ мен де біздің қазір мәтін оқитын журналистеріміз бар, оларға айтамын. Жаңылтпаш жаттаңыздар, оны тезірек айтып үйреніңіздер. Және әріптерді айқын, әрбір әріптің дыбысты жақсылап айтуымыз керек, жақсылап жеткізуіміз керек тыңдаушы құлаққа. Сондай-ақ ән айта білу керек. Ән айтқан адамның дауысы әдемі болады. Бірінші жаттығу бұл біздің ауыз қуысымыз, дауыс диафрагмасы дейді, соларды оятудан басталады. Оның барлығын әркім әрқалай оятады. Біреулер таң атпай өлең айтады, деген сияқты. Екінші жаттығу бұл дыбыс, яғни дыбыстардың дұрыс айтылуына байланысты. Ол жерде әріптер, 42 әріп бар. Сол әріптердің әрқайсысын дұрыс айтуды үйренуіміз керек. Оны қалай үйренеміз? Жаңылтпашты жаттаймыз. Есет адам ет асатар, ет асатса бес асатар деген сияқты.